отырған қамырдан жасалған тамаша өнімдер біздің ауданымыздың тұрғыны жеке кәсіпкер Назира Мумбаеваның шағын наубайханасынан шығады. Ол осы ісін дамыту үшін бүгінде еліміз бойынша жүргізіліп жатқан ауыл аманаты жобасының тиімді мүмкіндіктерін пайдаланған екен. Біз ауыл аманаты бағдарламасына қатысып, өзіміз жеке кәсіп аштық, наубайханамыз бар. Мынау бірінші этаж, екінші этажымызда өзіміздің дүкеніміз бар. Осы бағдарлама бойынша өзімізге пекарня алдық, тестомес алдық, расстоечный шкаф, стол. Міне біз шығаратын нанымыз булка нан. Мынандай қара нан шығарамыз. Сосын бородинский нан бар бізде, бірақ ол таңертең алып кетеді, и лепешка. Күніне біз 1000 нан шығарамыз, только нан ғана шығарамыз. Қосымша біз булочка шығарамыз. 500-600 булочка, сосиска в тесте, пирожки, пицца. Оның бәрі үстінде өзіміздің дүкенде асханамызда сатамыз. Қазіргі уақытта 6 адамға жұмыс беріп отырмыз. Біз ұнды барлық продукцияны жақсы жерлерден, мысалы, ұнды біз солтүстік өңірлерден алдырамыз, именно Павлодар қаласынан, себебі көптеген параметрлеріне байланысты бізге осы ұн сәйкес келеді шығарып жатқан продукциямыздың. Біз кәсіпті бастағанымызға көп болған жоқ. Осы пока ауыл арасында ауылдың магазиндерін қамтамасыз етіп жатырмыз. Қазіргі таңда енді жоспарымыз бар. Қазір кішігірім шағын кәсіптеміз. Бірақ енді осыны үлкейтіп, үлкен завод, үлкен фирма дәрежесіне жеткізу деген мақсатымыз бар. Ауыл аманаты бағдарламасы осы біз сияқты жас кәсіпкерлерге шағын бизнес ашуға өте көп зор үлестерін қосты. Рахмет көп-көп.